Ержан! 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 Бұл учаскелік полиция инспекторы мен арнайы топтың күнделікті жұмысы. Яғни сала мамандары қолайсыз отбасылар мен жанжал шығаруға әуестігі барларының үйлеріне соғып, хал жағдайларын біліп, қоғамға зиян тигізбеуге шақырады. Себебі бүгінгі таңда түрлі психотропты заттар мен алкогольдік сусынан дәм татып, кейін шатақ шығарып жүретіндер саны артып кеткен. Олардың жолын кесіп бөгет жасау және оқыс оқиғаларын алдын алу полиция қызметкерлерінің басты міндеті. Сондықтан арнамыздың түсірілім тобымен бірге ұйымдастырылған шарада әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының инспекторлары осындай арақ құмарлыққа салынып кеткен қолайсыз отбасылардың үйлерін аралап, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Не істеп жатсыңдар? Ассалаумағалейкум. Қанаш? Апаң қайда? Мамаң қайда? Мама Мадинаның қонаққа кетті. Ішке басқарып жатқан жоқсың? Жоқ. Асқар қайда, ағаң қайда? Асқар ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатқанбыз бәріміз. Трезвый ма Асқар? Иә, трезвый. Ішіп шулап жатқан жоқсың? Кешегідей вызов беріп. Жоқ, ондай. Мамаң ренжіп, апаң вызов беріп, масқарап жатқан жоқсың? Ондай болған. Облыс орталығында ақпан айының 6 және 12 аралығында профилактик апталығы атты жедел профилактикалық іс-шарасы акциясы өткізілуде. Аталған акция іс-шараның негізгі мақсаты біздің Қызылорда қалалық полиция басқармасында профилактикалық және тізімдік есепте тұрған адамдарды тексеру болып табылады. Яғни ол тізімде есепте тұрған қорғау нұсқамасымен сағатымен алынған ерекше талаптағы, сонымен қатар нашақор, спирттік ішімдікке құмар азаматтарды тексеру және осы тексеру барысында қылмыстық құқық бұзушылық пен әкімшілік құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады. Шара осы қала көлемінде қазіргі таңда акция барысында 521 есепте тұрған азаматтар тексеріліп, қазіргі таңда тағы да жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар біздің 102 арнасына түскен қоңырауларды, хабарламаларды тексерудеміз. Себебі нақты қазіргі осы профилактикалық іс-шара барысында жанұя жанжалымен көптеген хабарламалар түсуде. Олар шамамен енді бір күнде 10-15 шақты жанұя жанжал бойынша хабарламалар түсіп отыр. Сол бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізудеміз. Айта кету керек, аталмыш апталық басталғалы отбасы тұрмыстық жағдайда сыйламаушылық әрекеттерін жасаған 8 азаматқа және қоғамдық орында масаң күйде жүрген 21 тұлғаға шара көрілді. Сондай-ақ түн тыныштығын бұзған 16 тұрғын тиісті жазасын алды. Ол жазды өті Руслан Жүсіпбеков, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.